Қайырлы күн. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Google Фото. Google Фото сақтау, редакциялау, сондай-ақ суреттер мен бейнежазбаларды ауыстыру үшін арналған. Бағдарламаға кіру кезінде телефон экранының төменгі бөлігінде төмендегідей бөлімдер болады. Олар фото, іздеу, кітапхана. Фото. Бұл бөлімде сіздің барлық суреттеріңіз бен бейнежазбаларыңыз шығып тұрады. Кез келген суреттер мен бейнежазбаларды ашу кезінде төмендегідей батырмалар болады. Google Фотодан таңдаған файлдарды жүктеу, таңдаулыларды қосу, менюді күйге келтіру, әлеуметтік желі арқылы бөлісу, фильтрлер. Мұнда суреттердің таңдалған түс реңін өзгерту үшін, сондай-ақ таңдалған түсті сақтау үшін көшірмесін сақтауға басамыз. Google Lens бұл функцияға ғаламторда суреттерімен бірге құралдарды іздеу және өшіру батырмасы. Іздеу. Бұл бөлім белгілі бір суреттерді іздеуге, олар қай жерде жасалған және нысандарды табуға арналған. Таңдаулылар. Мұнда жұлдызша арқылы қосылған суреттер немесе бейнежазбалар сақталады. Жақында қосылған бұл бөлім соңғы жүктелген файлдарды көрсетіп тұрады. Скриншоттар. Бұл бөлімде экранның жүктелген барлық суреттері жинақталған. Видео. Телефондағы барлық бейнежазбаларды көрсетіп тұрады. Басқа бөлімдер төмендегідей: панорамалық суреттер мен бейнежазбалар, фотосканер, қозғалыстағы фото, сақталған нысандар, фильмдердің коллаждар анимациясы. Бұл бөлімдерде аталған бөлімдерді толыққанды пайдалану үшін қосымша бағдарламаларды пайдалана алады. Кітапхана. Кітапхана өзіне таңдаулылар, мұрағат, құралдар, себет алады. Мұнда жұлдызша арқылы қосылған суреттер немесе бейнежазбалар сақталады. Мұрағат. Мұрағатталған файлдарды көрсетеді. Құралдар қосымша функцияларды пайдалануға мүмкіндік береді. Себет жойылған файлдарды көрсетеді. Телефонның төменгі бөлігінде альбомның барлық суреттері көрсетілген. Өз альбомыңды құрып және онда суреттерді қосу үшін бірінші қадам альбом құруды басамыз. Екінші қадам альбомымызға ат қоямыз. Үшінші қадам альбомға салатын суреттерді таңдаймыз. Төртінші қадам файлдарды таңдаймыз. Бесінші қадам оң жақ жоғарғы бұрыштағы қосу тетігін басамыз. Комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта көріскенше.